Мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы заңды қабылдау керек па сіздің ойыңызша? Мемлекеттің әрине керек, өзіміздің тілдің мәртебесі туралы. Мен мына жерде отырған кезде кей кезде жүрегім ауырады. Министрлердің келіп қазақша просто сөздерді бүйтіп лақтырып, оны даже әр сөздің соңында жалғау жұрнақтар болды ғой, сол кезде айтылған кезде сөздің мағынасы дұрыс айтқан кезде дұрыс мағыналы болады, дұрыс айтпаған кезде ол просто мағынасы жоқ. Сол жігіттер да өздерінше ағылшын тілін біледі, қытай тілін біледі, басқа тілдердің бәрін біледі. Неғып өзінің тілін айтқысы келмейді. Мен осы жерде бір кімдікі екенін білмеймін, бірақ баяғыда мектепте оқып жүрген кезде жаттаған тақпағымыз бар еді. Ана тілін білмеген ақылы жоқ желікпас, ана тілін сүймеген халқын сүйіп жарытпас деген. Тура солай болып тұрды қазір. Ана тілін сөйлегісі келмей тұрған министрлер халқын сүйіп жарытпас деген осыдан шығады. Это не важно. Вообще для меня приоритет — это развитие Казахстана. Не важно, на каком языке будут говорить граждане. Конечно же, казахский язык — это в приоритете. Но патриотизм измеряется немного другими методами и цифрами. Роль казахского языка в Казахстане должна быть всегда первичной, и поэтому я думаю, что поднимать необходимо. Қазақ тілі туралы заң бар ғой, бұның аясы кең. Қазір оған қазақ тілін дамытуға бүкіл мүмкіншіліктер жасалған. Ешқандай кедергілер жоқ. Мен үшін заңның қажеті жоқ, айтып отырмын ғой мен үшін. Сондықтан әр азамат өнемін, өсемін дейтін болса, ол тілді білгені жақсы. Ол қандай заң? Ана текстінде не бар, соған байланысты мен оны қолдайын ба, қолдамайын ба. Негізінен қолдануды қазақтар өзіміз көтеруіміз керек, кез келген жерде біз қазақша сөйлеуіміз керек.